Лилия 10 сынып оқушысы мектептен қайтып келе жатыр еді. Оның көңіл күйі өте нашар болды. Бәрі қалай алдың, немесе жазуға рұқсат етесің бе? Үйге келе жатқанда қонақтарға алма келші деген сөздерден шаршаған Лилия жолда сыныптасымен кездесіп қалады. Лилия, сәлем, маған телефон соғуға рұқсат бере аласың ба? Қуаты бітіп қалып еді. Сонда ашулы Лилия: Кіріп кет, кір, бәрің мені шаршаттыңдар. Не болды? Артық сөйлеп қойдым ба? Лилия бұл сәтте өзінің мазаламайтын және тыныш жерді қалайтын еді. Ол үйге келіп төсекке жатып ойлайды. Осы ғаламда тыныш жер бар ма? Болса қандай жақсы болар еді деп ойлай бастады. Сыныптасынан, мұғалімнен ақымақ үй тапсырмасы мезі болған ата-анасы осы уақыт ішінде Лилияның бөлмесін қағып: Қызым, маған көмектесе аласың ба? Лилия: Жоқ, мен үй тапсырмасын істеп жатырмын деп бұрылып ұйықтап қалады. Ол келесі күні таңертең мектепке бара жатыр. Әлі де солыған күй жолдың жанында біреудің күлгенін естіді. Бір қарт тұрып күлді. Не болды дегенде: Мен тыныштық үшін бәрін беререм, тыныш жерді қалаймын деді. Неге мен ол жындыға бұны айтып тұрмын деп жүріп кетеді. Сабақта қатты түс көргені сонша ол қалай ұйықтап қалғанын байқамай қалды. Ол суықтан және үнсіздіктен оянды.